Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Лордбек арнасы. Достар, бүгін мен сіздерге қалай Free Fire'дан тегін алмаз алып болатыны туралы айтатын боламын. Достар, менен көп адамдар сұрайды, сен доңатқан ақшаны қайдан аласың дейді, қайдан аласың дейді. Мен бүгін соның құпиясын айтпақшымын достар сіздерге. Және де сол үшін лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Смело лайктарыңызды баса беріңіздер, тегін лайктарыңызды арнаға тіркеліп отырыңыздар. Ал мен сіздерге қалай тегін алмаз алу керек екенін және тегін ақша табу керек екенін қалай екенін айтатын боламын достар. Сол үшін лайктарыңызды басасыздар, репорт жасаңыздар, арнаға тіркеліңіздер, болды. Ал мен сіздерге қалай алу керек екенін айтатын боламын. Ал достар, онша біз видеомызға кеттік. Достар, сіздерге тегін ақша табу үшін мінекей осы Advert App деген сайт керек болады достар. Мен бұда қазір 25 рубльдей тауып алдым. Бұдан оп-оңай ақша табуға болады достар. Кәнекей қазір сіздерге қалай екенін айтатын боламын достар. Біріншіден сіздер осы Advert App'ты көшіресіздер. Мен ссылкасын астыға қалдыратын боламын достар. Осы ссылка арқылы кіресіздер, сонда бір пароль жазасыздар. Мінекей мына скриншотты көріп тұрсаңыздар, осы парольді жазатын боласыздар. Бұл парольді мен комментарийға астыға өзім жазып қалдырып кететін боламын достар. Сол пароль жазасыздар, сол кезде сіздерге сразу 10 рубль немесе 5 рубль сразу бере салады. Одан соң мына новые деп тұр ғой, жаңа деген сөзге кіресіздер. Оны кірмей жатса басқаша, ол кірмей қалады, кейде кірмей қалады. Сондықтан мынаны тазартасыздар да қайтадан кіресіздер. Мінекей мен кірді. Енді мінекей осында заказ деп тұр. Сол заказдардың мынандай үстін басасыздар. Сөйді мінекей загрузить из Google деп тұр. Загрузить из Google дегенді басасыздар. Скопирован в Buffer. Окей басасыздар да, сосын Google-ға кіресіздерді көшіре саласыздар. Қазір мен сіздерге көрсетейін достар. Достар, мінекей осындай программаны көшір дейді, сіздерге береді. Және де загрузить из Google Play деп тұрады. Сонда кіресіздерде осындай программа болады. Соның ішінде кіресіздерді осылай орнатасыздар. Мінекей қараңыздар, қазір мен орнатып отырмын. Енді орнатып отырмын. Мінекей қазір орнатылды. Кішкене тоса тұрайық достар. Fax from iPhone деп. Сондай бір программаны көшіресіздер. Бұлар 11 мың адам көшіріпті. Мінекей маған көшірілді. Ал ендіге кіреміз. Мінекей. Fax неге көшірілмей деп тұр. Бүйтеміз оны. Мінекей менде 24.78 рубль болған. Менде және 24.24 деп қой, 24.55 рубль болған. Енді мінекей 24.78 рубль болды. Активнее кіреміз. Факс мінекей кірді. Енді открыть приложение. Тексеріп алсын. Мінекей открыть деп басамыз енді. Ішінде кіріп көреміз қазір. Не бар екен бұл программада. Открыть. Қазір мынаған нөмірімізді жазып алайық, сіздер тұратыңыздар. Неге достар шықты. Бұдан не екен? 2000 кредит бір нәрсе дейді, бірақ бұны алуға қажеті жоқ. Себебі бұл өтірік. Бұның барлығы осылай 30 секунд тұруымыз керек. Біздің қазір 30 секунд болды деген ойдамын. Енді кіре берсек болатын шығар. Міне 26 рубль болды. 26 рубль болды. Осылай көбейте бересіздер достар. Және мен сіздерге айтқан промокодты, сол скриншотты мінекей тағы да көрсетемін сіздер үшін. Осы скриншот арқылы кіресіздер. Сол кірген бетте сіздерге бір пароль жазасың ба дейді. Сол парольге аласыздар да жазасыздар. Ана ұзын сызықша тұрады. Сол сияқты соған тұрасыздар, жазасыздар. Сол кодты тура айнытпай жазу керек. Сосын подтвердить дегенді басасыздар. Подтвердить болса айтып бір батырмасын басасыздар, соны кіру деген болсын бәрібір. Басқан соң сіздерге 5 рубль сразу бере салатын болады достар. Мен өзім алдым сол промокодпен. Және достар, ұмытпаймыз, бұны достарыңызға да көрсетіңіздер. Осы арқылы сіздер донаттар жасай аласыздар. Енді достарыңызға көрсетпейсіздер ме, өздеріңіз біліңіздер, бірақ көрсеткен абзал. Себебі достарыңызға ақша тауып болсақ, мен осыған қараңыздар. Мен бауырыма көрсеттім, бауырымда да қазір уже бауырымда 50 рубльде бар, ол күнде ойнайды осылай.
ойындар жүктеп алды, уже ол 100 рубль жинап алды, мен 26 рубль. Ал бұл ақшаны қалай шығарамыз десеңіз, мінекей деньги дегенге кіреміз. Мінекей кивиге аударып аласыздар, кивиге аударып, сосын донат істей аласыздар. Мобильныйға аударып аласыздар. Билайн сим картасы болса, соған аударып аласыздар. Менің история выплат деген ол сіздердің ақша шығарғандарыңыз, қанша ақша шығарғаныңызды есептеп отыратын. Ал Web Money деген ол да сол бір кошелек сияқты сондай бір нәрсе. Достар, режимімізде кішкене ауырып отырған. Енді мінекей менде 26 рубль болды. Ана ішінде заданияларға қазір кіріп көрейік. Мінекей факс дегенге кіреміз. Енді мінекей біз кіруіміз керек те, ана жаңағы программаға 5 жұлдыз қойып, бір кереметтей комментарий жазуымыз керек. Сөзді сіздерге тағы да рубль береді. Достар, бұны күнде ойнаңыздар. Және мен промокодын жазыңыздар, және достарыңызға, туысқандарыңызға бүкіліне таратыңыздар, достар. Себебі мынандай тегін ақша табу деген ондай бере бермейді көбісінде. Достар, сіздерді таратады деген ойдамын. Мен де өзім достарыма барынша сол промокодпен беріп жатырмын. Достар, мына бір профильді, мінекей профильға кіресіздер ғой. Мына в авторитетте, в контактіге дегенге кірмеңіздер, достар. Кірсеңіздер, сіздердің бір нәрсе болғаны. Мен кірдім, сосын әрең шықтым сонан. Новия, мінекей достар, бұл әрбір уақыт сайын мынандай шуне кірмеу керек. Партнерский заказ, новый конкурс дегенге, телеграм бот для заработка дегенге кіруге болмайды. Себебі оларға кірсеңіздер, сіздердің ақшаларыңызды ол тез жейді. Неге десеңіздер, сол бір нәрсе өзі программа басқасы, сол өзі тез жекеледі, достар. Мінекей мына ішінде көп программа бар, көшіретінде кейбірінде 19 рубль береткен, бірақ мен оны әлі көшірген жоқпын. Осылай көшіреміз, кіреміз, достарымызға көрсетеміз. Және достар, сіздерге айтар өтінішім, мен промокодыма көптеп кіріңіздер. Себебі бұл промокод арқылы сіздер 5 рубль ала аласыздар. Сол 5 рубль мысалға досыңыз 5 рубль, сіз 5 рубль бірігіп бір алмаз алып, өздеріңіз сол алмазды бір-біріңізге подарка жіберіп, әлгіндей подарка қазір болып жатыр ғой. Сол сияқты бір-біріңізге подарка жіберіп, сөйтіп өзіңізге де тегін ала аласыздар. Ал достар, сіздерге менің ақпаратым ұнады деген ойдамын. Ал келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Және достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Парольді және көрсеткем. Ал сау саламатта болыңыздар.